Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Фариза. Сіздермен бүгін осындай өте керемет және сочный болып шығатын асқабақ мантысын дайындайтын боламыз. Осындай манты жасағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бірінші қамырын дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнға жұмыртқа және тұзды суымызды қосып, жақсылап орташа жұмсақтықта қамыр елейміз. Міне қамырымыз осындай жұмсақтықта болу керек. Қамырды тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына асқабақты видеода көрсетілгендей етіп төртпішілеп турап аламыз. Кейін пиязымызды да видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап тураймыз. Енді етімізді да видеода көрсетілгендей етіп төртпіштілеп ұсақтап турап аламыз. Еттің орнына фарш қолдансаңыздар да болады. Құрметті көрермендер, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Бұдан да басқа көптеген рецепттер болады. Міне бәрін турап дайындап алдық. Енді үстінен ет тартқыштан өткізілген ішмай қосамыз және дәміне қарай тұз, қант және қара бұрыш қосамыз. Қосып жақсылап араластырамыз. Қант қосқан себебім, егер асқабағыңыз қатты дәмді болмаса, қант қоссаңыздар дәмді болады. Енді қамырын жұқартамыз. Қамырды мен екі бөлікке бөліп, осыған дейін 2-3 рет илеп демалтырдым. Видеода көрсетілгендей етіп жұқартып, оқтаудың көмегімен тағы да жұқартатын боламыз. Міне қамырды өзімізге керегінше жұқартып алдық. Енді видеода көрсетілгендей етіп бірінің үстіне бірін жайып кесетін боламыз. Қамыры толықтай түспей қалыпты видеоға, бірақ түсіндікті деп ойлаймын. Кейін әрқайсысын осылай бірінің үстіне бірін қойып, төртпішті етіп кесіп аламыз. Міне қамырды төртпішілеп кесіп дайындап алдық. Енді видеода көрсетілгендей етіп жайып шығамыз салма салу үшін. Кейін керегінше салмамызды салып шығамыз. Міне салмасын салып болдық. Енді әркім өз қалауы бойынша мантыны түйеміз. Мен осылай түйдім. Міне мантымызды түйіп болдық. Енді майланған листімізға мантыны теріп шығамыз. Міне түйіп болдық. Енді осы видеода көрсетілгендей етіп әр листті осылай майлап шығамыз. Қалған мантылерді осылай морозильникте сақтаймын. Міне біздің мантымыз пісті. Өте керемет, сочный болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.